Бүгінгі күннің жаңалықтарына назар аударыңыздар. Күллі көкке ұша жаздады. Алматыда 3 қабатты жер үйде газ атылып, 3 адам ауруханаға түсті. Жойқын жарылыстан денелерін қатты күйік шалған олар жан сақтау бөлімінде жатыр. Науқастардың өмірімен арпалысқан дәрігерлер жағдайлары тым ауыр екенін айтуда. Бүгін 11 қараша күні біздің ауруханамызға 3 науқас жеткізілді. Жедел жәрдем бригадасымен. Қазір 3 науқаста жан сақтау бөлімшесінде жатыр. Ауыр жағдайлары өте ауыр. Енді шокқа қарсы ем қолданылып жатыр. Жарылыс кезінде зардап шеккендердің жанында 2 жастағы бала да болыпты. Періштесі қаққан сәби дінаман. Ал жан сақтау бөліміндегі 3 науқастың қашан аяғынан тік тұрып кететіні белгісіз. Әзірге 36 жастағы ер адамның денесіне 100% күйік шалған. Еңселі коттедж иелері сұхбат беруден бас тартқанымен бұл үйде пәтер жалдаушылар тұрып келіпті. Куәгерлердің айтуынша үйге кірген адамдар жарықты қосқан сәтте бөлмеде жиналып қалған газ тұтанып жарылыс болған. Күл талқаны шыққан терезе сынықтары маңайда шашылып жатыр. Тіпті бөлме аралық қабырға опырылып, есіктері қақырап кеткен. Қазір төтеншеліктер апаттың нақты себебін анықтап жатыр.